Ескерту. Біз бұл бейнежинақта көрсетілген кейіпкерлерді шын мәнінде зомбилер деп растамаймыз, және жабайылыққа берілген адамдарды зомби деп, тек олардың санасынан айырылып, өзге адамдарға шабуылдап, адамдық қасиеттерінен айырылғандықтарына ғана сүйене отырып айтамыз. Сәлем достар, зомби шын өмірде жоқ кейіпкер болғанымен 21 ғасырда бұл құбыжықты білмейтін адам жоқ шығар. Тірі өліктермен күрес жүргізетін фильмдер, сериалдар мен компьютер ойындарының арқасында жыл сайын адамның денесін жұлқылап жыртып қоюға дайын зомбилердің танымдылығы тек өсу үстінде. Әрине, кино және ойын индустриясында зомбилердің кейпі мен олардың пайда болуы әрдайым өзгеріп отырғанымен, олардың образы және мінез-құлқы еш өзгермей келеді. Сана сезімінен айырылған және өз денесін басқара алмай толықтай ақылсыз жабайылыққа берілген өлік, міне бұл зомбидің кейпі. Ал енді сұрақ, шын өмірде бұл сипатқа келетін адамдар бар ма? Әрине бар. Сіздермен бірге пазл арнасы. Бүгін біз камераға түсіп қалған зомбилерді көрсететін боламыз. Әлеуметтік желі қолданушылардың таң қалдырған Бразилияда түсірілген бұл видео бір сәтте бүкіл әлемге таралып қызу талқылауға түсті. Жұмысшы өзінің пикап көлігінің жүк салғышында бір түрлі жолаушының отырған байқап қалды. Шошып кеткен ол полиция қызметкерлеріне дереу қоңырау шалды. Аталмыш жайттың куәгерлері болған адамдар қыздың іс-әрекетіне таң қарап, оны суретке, видеоға түсіріп, әлеуметтік желілерде таратқан еді. Бойжеткен болса ақыл есін білмей отырған. Оны қолданушылар фильмдердегі тіріліп кеткен өлікке ұқсайтынын айтып, бұл зомби қыз деп атап кеткен. Оқиға Сан-Паулода болған. Ал пикаптың иесі болса, полиция қызметкерлерін шақырғаннан кейін өзінің видеосын қосып, осы видеоны түсірді. Ал қызға келетін болсақ, тексеру барысында ол есірткі заттардың әсерінен есінен танып, зомбиге тән қылықтарды жасағаны анықталды. Ele parou, falei, se for assalto, ele já... Por quê? Кезекті видеомызда Бразилияда түсірілген. Рио қаласының ауруханаларының бірінде болған жағдайдың қорқынышты болғаны соншалық, тіпті күзетші мен дәрігерлер шошып, бұл адамды бірден қабылдай алмады. Жағында ашық жарақаты бар адам ауруханаға кіріп, қолдарын артқа қайырып алып, біресе айқайлап, біресе күліп, өзі не істеп жүргенін түсінбей қойды. Осындай күйде ауруханаға жетіп, жолда бірнеше адамға шабуыл жасап үлгерген бұл кісі енді күзет қызметкерлеріне шабуылдамақшы болды. Айта кетерлік зат, бұл адамның қанынан кейін есірткі заттар табылды. Ал бетіндегі жарақатқа келетін болсақ, оны зомби деп ойлап қорқып кеткен адам жасағаны білінді. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos nossos pecadores. Não nos deixei cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Ал бұл видеода белгісіз бір адам түнде біреудің ауласына кіріп, есікті сындырып кіріп кетпекші болды. Есікті бар күшімен сындырып жатқан адамның бетіне қарайтын болсақ, ол шынымен де кинолардағы зомбилерге ұқсайды. Тіпті жасап жатқан айуандық ақылсыз істері де зомбилердегідей. Ал бұл видеода жігіттер өз ауласында белгісіз ырылдаған дыбыстарды байқады. Үйге ұры немесе көше қаңғыған адам кіріп кетті деген оймен олар сыртқа барлығы шығады. Және олардың біреуі не болып жатқан видеоға түсіре бастайды. Алыста келе жатқан сияқты белгісіз жан лезде ақсандап жақындай түседі. Жігіттер болса, сізге не болды? Біз сізге көмек бере аламыз ба деп сұрайды. Қойылған сұраққа зомби тәрізді адам шабуылмен жауап береді. Ал енді желі қолданушылары болса, бұл мастыққа әбден берілген адам немесе бұның бәрі өтірік деп айтуда. Ал видеоны түсірген жігіттер болса, бұл күнді біз ешқашан ұмытпаймыз деп айтады. Tell me you see that. No, tell me you see that. I see that. Dude, is that Teddy? No. Oh no. Dude. No. She's gonna get out. Go. Oh my god. Dude. I think it's getting closer. Brian, call the cops.
Brian, come here. Түрлі тастанды жерлерге барып келіп, ерекше видеоларды түсірген сталкер бір күні өз назарын көптеген жылдар бойы бос болған ангарға бағыттайды. Осы видеоны түсірген адамның айтуы бойынша сталкер болғаннан бері және жалпы өмірінде ол мұндай көріністі ешқашан көрмеген еді. Ол ангардың ішіне кіргеннен ақ бастап өзге біреудің бар болуын басқа бөлмелердің бірінде байқады. Ал естілген дыбысқа жақындаған сәтте ол белгісіз тіршілік көзін байқап бұл жерден асыға қаша түсті. Бұл видео өте қатты өтірікке ұқсайды. Бірақ егер бұл шын болатын болса, онда бұл желі қолданушылардың айтатындай зомби емес, керісінше үйсіз мүгедек болуы әбден мүмкін. Ал сіздің ойыңыз қандай? Бұл шын ба, әлде өтірік пе? Hello? Аргентина елінің қалаларының бірінде жанармай құятын жерлерге автобус келіп тоқтайды. Ойламаған жерден зомби тәріздес адам автобустың тура алдына шыға келіп, айқайлап басымен көліктің терезесіне секіріп, ашуланған күйінде адамдарға шабуылдамақшы болады. Жолаушылардың көпшілігі бастапқыда бұл мас немесе ауру адам деп ойлап қалады. Бірақ әлгі зомбидің қылығын жасап жүрген жігіттің сұр терісі мен ерекше көздерін байқаған соң, бұл шынымен де өлік пе деп ойлап қалады екен. Vai dar uma cacetada. Eita! Morreu, vai morrer essa porra. Aí ninguém, mano. Parece uma polícia aí. Eita! Morreu. Dessa vez vai morrer. Достар, тағы да қайталап кетейін, зомбилер шын өмірде жоқ және болмаған да. Бірақ зомби ұғымы мен оның пайда болу тарихында жатқан оқиға шынымен де рас болып келеді. Тіпті қазақ тарихында да сана сезімінен айырылып, адамдық қасиеттерден айырылған зомби тәріздес адамдар болған. Ол жайында видеомызды көргіңіз келсе, бұл видео көптеген лайк жинап көрсін. Соның арқасында біз бұл тақырып сіздерге қаншалықты қызық екен түсінеміз. Сондықтан лайктарыңызды аямай басып, бүгінгі видеомыз жайында өз ойларыңызды пікір алаңға қалдырып отырып, арнамызға тіркеліп, әрдайым бізбен бірге болыңыздар. Бүгінге осы пазлға жазыл.